Сәлем баршаңызға достар. Мен бүгін сіздерге ауызда еритін өте дәмді торттың рецептімен бөлісетін боламын. 30 минуттың ішінде дайын болады, және де сіз алдында торт жасап көрмеген болсаңыз да бірінші жасағаннан ақ ұқсап дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін қарап, рецепт ұнаса лайк басып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ал ендеше бастадық. Ең алдымен бисквитін дайындап аламыз. Ол үшін бізге бөлме температурасында тұрған 7 жұмыртқа қажет. Жұмыртқаны ыдысымызға салып, миксердің көмегімен араластырып отырамыз. Осылай жұмыртқамыз көпіріп бастағанда қантымызды аз-аздан қосып отырып араластырамыз. Қантымызды аз-аздан қосып отырып, қант толық ерігенше араластыру керек. Шамамен 10 минут көлемінде араластырып отырамыз. Миксердің жылдамдығын әр минут сайын қосып көбейтіп отырыңыздар. Жұмыртқамыздың массасы 2 есе үлкейеді. Миксерді тек бір жақ боймен айналдырып отырыңыздар. Қарама-қарсы жақтарға айналдырудың қажеті жоқ. Осылай жұмыртқамыз аппақ көпіршік болып, 2-3 есе көлемде үлкеюі қажет. Ол үшін бізге шамамен 10-12 минут уақыт кетеді араластыруға. Жұмыртқалы массамыз дайын. Енді бұл массамызға бисквитіміз құрғақ болып қалмау үшін 50 мл сұйық майды қосамыз. Осылай күрекшенің көмегімен ақырындап араластырамыз. Қатты емес, ақырындап араластырып отырамыз. Сосын ұнымызды аз-аздан қосып отырамыз. Мен онда алдын ала електен 2 қайтара өткізіп алғанмын. Міндетті түрде ұн елегіштен өткен болуы керек. Осылай ақырын ғана күрекшенің көмегімен айналдырыңыздар. Қарама-қарсы жаққа айналдырып, қатты айналдырудың қажеті жоқ. Жұмыртқалы массамыз отырып қалуы мүмкін. Алдын ала пештеріңізді 180 градуста қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Бисквитіміздің қамыры дайын. Енді табамыздың астына сармай жағып, бетіне кішкене ұн сеуіп жүріп, асты жабыспау үшін. Осылай видеода көрсетілгендей. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста 30 минут пісіріп аласыздар. Бисквитімізді пешке салып қойған соң, бұл аралықта кремді дайындап қойсаңыздар болады. Креміне де сливкидің қажеті жоқ. Өте дәмді кремдердің бірі. Вареный сгущенкадан жасалған крем жасайтын боламыз. Бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майды, 72%, 82% май болса тіпті дәмді болады. Менде 72% сары май. Бөлме температурасында тұрған сары майды осылай кішкене ағартып миксерлеп аласыздар. Сосын оның үстіне қойытылған сгущенкамызды бір қасықтан қосып отырып араластырамыз. Бұл крем өте оңай, әсіресе бисквитті торттарға өте әдемі кетеді. Және жылдам 5 минуттың ішінде дайын болады. Креміміз дайын. Біздің бисквитіміз пісіп қалды. Енді бисквитімізді духовкадан шығарып, шамалы суытып, арасын 2-ге бөліп аласыздар ортасынан. Сосын суға қантты қосып, бисквитімізді кішкене пропитка жасаймыз ылғалдандыру үшін. Щетканың көмегімен
сосын дайын кремімізді жағып, бұл үй жағдайындағы өте жылдам дайын болатын торттардың бірі. Аса керемет ұсталықты талап етпейді. Пісіріп алып, арасына кремді мен сияқты өтірік жағып бере саласыздар, бірақ балаларға өте қатты ұнайтын керемет дәмді торт болып шығады. Дүкендегі торттан 2 есе дәмдірек болады, әрі кейбір балаларға торттардың кремдері қатты ұнамайды ғой. Бұл үй жағдайындағы өте күшті торт болады. Сіз де жасап көріңіз, міндетті түрде сізге де балаларыңызға әрине ұнайды деген ойдамын. Рецепт ұнаса каналға жазылып подписаться етіп кеттіңіз. Колокольчикті басып қойыңыз. Келесідегі пайдалы оңай рецепттерді өткізіп алмау үшін. Сіздермен бірге болған Азиза. Видеоның соңына дейін қарағаныңыз үшін көп рахмет. Сау болыңыз. Астарыңыз дәмді болсын.